сол туралы бір сөйлейін деген едім. Енді менде бір қазақтың келіншегі ғой, қыз келіншек. Сонда менің айту кеңесімші көп қыздарға айтқым келеді да. Одар қазір қазір өздеріне ұнайды, қазір қашанға жақсы сияқты, бірақ та кәтейгенде кейін өкінбейтіні жоқ, өкінеді. Өйткені мен Қытайша оқығанмын, мен Қытайдардың үйіне барып, Қытайдармен жақсы араласып не қылғанда, бірақ та мен сол үйленетін кезде менің ешқандай көңілім сол Қытайға тиіп кетуге не қылған жоқ. Мен жүрмейді. Өйткені мен Қытайдармен араласқанмын. Сіз түсінемін. Айтыңыз. Сіз ваңба болған дейсіз ғой, сізге тіл тиіскен, сізге тиіскен адамдарды, олар негізі сол осы орысша оққандар ғой, олардың өздері қазақша тілді дұрыстап сөйлей алмайды. Ал ондай кезде айтпайсыз ба, жисо буй уши үйрен деп не дейді екен? Оған жауап бере алайым екен? Дұрыс па? Өзің істей алмасаң ерген дұрыс. Ана бір қыз айтты, сіздерде орысша сөйлейсіздер ғой, неге Қытайша оқыған ғой, неге түсінбейсіздер дегенде. Вообще түсінбей қойды. Жарайды, одар түсінбейді. Ештеңке болмайды. Одардың ойы сол қазақша сөйлемей, қазақтың намысына несі деп. Мен айтам, маған рахмет айтыңыздар дедім. Мен Қытайға, талай қыздар Қытайға тиіп отыр ғой. Мен мысалы, менде сол бой жеткен жасымда бәрі сонда Қытайдың жігіттері менің кейінімден жүгірген аз емес, бәрі деген армандайды. Өте армандайды, осы қазақтың қызын алса қазақ. Мен сол кезде мейді деп маған сөйтіп үйреткен Қытай. Сонда менде де сол қазақтан арақ ішуден, одан біз оқыған кезде біз жақтан мал баққан қазақтар қыста ма бір кездерде көшіп бір мезгілі жатып кетуші еді. Анандай киіз үйге келе анандай бір ватибоз дей ма, сондайға. Сонда одардың сол көрген қазағым, мен кішкене кезімде көрген қазақты, одардың беттерінің мына жері бәрі қып-қызыл. Шынайы айтқанда кішкене кезімде мен Қытайдың тәрбиесін көргенде қазақ дегенге не қылмаймын, анандай біртүрлі бұқайсы, сосын сондай, бірақ та қазақты кейін үлкейгенде Қазақстанға келіп түсіндім. Негізі қазақ дей мықты не жоқ.